Сәлем достар, біз бүгін бисквитный торт пісіреміз. Бізге керегі 5 жұмыртқа С1, 150 грамм ұн және 150 грамм шекер. Содан бізге 3 қасық сұйық май керек. Ең алдымен біз жұмыртқаны ақ уызынан сары уызынан ажыратып аламыз. Содан жұмыртқаның ақ уызын миксерлаймыз. Аз-аздан шекер салып тұрамыз. Жұмыртқаның ақ уызын осындай масса болғанша миксерледік. Енді жұмыртқаның сары уызын миксерлейміз. Енді екеуін бір-бірімен араластырамыз. Енді жайлап екеуін бір-бірімен араластырамыз. Енді майымызды құйып, жайлап араластырамыз. Енді ұнымызды жайлап салып араластырамыз. Енді формаға саламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа салып 45-50 минуттай пісіреміз. Бисквитіміз піскенше кремді жасап алайық. Кремге керегі 200 грамм 20% қаймақ, жарты банка вареный сгущенка және 2 қасық шекер керек. Енді біз оны миксермен араластырып алайық. Шекеріміз ерігенше кремімізді араластырып аламыз. Содан соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің бисквитіміз осындай әп-әсем болып пісті. Енді біз оны толықтай суытып аламыз да, кішкене суыған соң оны безендіре бастаймыз. Бисквитіміз суып болған соң бисквитті екіге бөліп, оны креммен безендіреміз. Мен бисквитімнің ортасынан грек жаңғағын салайын деп жатырмын. Ал сіздер өздерінің қалауларының бойынша бисквиттің ортасын безендіре аласыңдар. Киви, банан, клубника, малина салуға болады. Ұнтақтан өткізген грек жаңғағын мен бисквиттің ортасына себейін деп жатырмын. Енді кремімізді салайық. Енді тортымызды посыпкамен безендіреміз. Енді ол бисер. Осындай әдемі торт шықты. Астарың дәмді болсын.